Шапан жабу дәстүр. Мұхаммед пайғамбардың кезінде ойсыл қара есімді түйенің бір өмір сүріпті. Ол өмір бақи Мұхаммед пайғамбардың жүзін көріп, онымен сұхбаттасуды армандайды екен. Бірақ қарт анасына қарайтын ешкім болмағасын, алысқа ұзап кете алмапты. Ойсыл қараның бұл жайын пайғамбар біледі екен. Мұхаммед пайғамбар дүниеден өтерінде сахабаларына: ойсыл қараға сәлем айтыңдар, анасын сыйлаған адам Аллаға жақын адам. Анасына қылған қызметін үзбесін. Мен оның адал ниетін, ақ пейілін білемін. Мына шапан менің тартуым болсын, тәбәрік тұтып киіп жүрсін деп, Әлиден шапанын беріп жібереді. Ойсыл қара пайғамбардың сәлемін естіп, көзіне жас алып тебіренеді. Құрметті жиын тойға пайғамбарлардың шапанын киіп барады екен. Кейін ойсыл қара да дүниеден өтерінде өзінің жақсы көретін адамына шапанын сыйлаған екен деседі. Уақыт өте келе бұл дәстүрге айналып, қазақ арасында орнығыпты. Күні бүгінге дейін қазақ халқында құрметті қонағына шапан жабатын дәстүр сақталған. Сопылар арасында бір-бірінің үстіне хирка жабу дәстүрі бар. Хирка деп сопылардың үстіне киетін шапанды айтады. Сопылардың дәстүріне сай рухани дәрежесі өскен тақуаға хирка жабатын жоралғы болған. Яғни жан дүниесі тазарып, мінезі көркем болған адамға ғана берілетін үлкен сый ретінде танылған. Тағы бір аңыз бойынша, пайғамбардың миғраждан әкелген 9 затының бірі шапан екен. Пайғамбар миғражда Тәңірісінің дәргейіне келіп қонақ болады. Алла тағала құрметті қонағына сый көрсетіп, иығына шапан жауыпты, басына сәлде ораған екен. Осыдан бастап сыйлы қонаққа шапан жауып, басына сәлде, бөрік немесе тақия кигізу сүндетке айналған екен.